Армысыз, құрметті оқырман. Мен Қарағандыға жетпей, Долинка елді мекеніне келдім. Бұл жерге не себепті ат басын бұрғанын қазір сіздерге барлығын көрсетіп айтып беремін. Мен тұрған жер Мамочкина зираты деп аталады. Бұл сталиндік репрессия кезіндегі саяси құрбандардың, яғни аналар мен сәбилердің жатқан моласы. Қазіргі таңға дейін бұл жерде қанша жанның жатқаны белгісіз. Көріп тұрған қоршау 2003 жылы қоршалған екен. Ал тарихи деректерге сүйенетін болсақ, бұл моланың көлемі 3-4 футбол алаңымен бірдей. Бұл жердегі көптеген үйінділер жермен жексен болғандықтан тек осы белгілер тұрған жерді ғана қоршаған екен. Байқасаңыздар, бұл жерде әртүрлі дін өкілдері жерленген. Сталиндік репрессия кезінде Карлаққа ГУЛАГ жүйесі бойынша түрлі ұлт өкілдерін алып келген. Тағы бір сіздерге деректі айта кетейін, менің артымда тұрған үйлерді байқасаңыздар, бұлар жаңа үйлер. Жаңа үйлердің су құбырының қазу кезінде жердің астынан, яғни сумен бірге көптеген нәрестелердің сүйегі судың бетіне шыққан. Ал қазір мен сіздерге көрсетемін, мына бетінде қамыстар тұр. Сол қамыстардың көктемде, күз мезгілінде су көтерілген кезде сол сумен бірге судың бетіне қаншама қаза тапқан, құрбан болған жандардың сүйектері де бірге көтерілген. Енді тұрғылықты жердің осы жерде тұратын тұрғындардың айтуы бойынша қазіргі күнге дейін сондай жайттар орын алады екен. Сіздер арқаның қысын білесіздер ғой. Өте суық және де қар белден келеді. Сол қар ерген кезде көктем мезгілінде мынау қамысты алқапта осы жерде қарасаңыздар су көтеріледі. Көтерілген кезде сонымен бірге қаза тапқан жандардың сүйегі де шығады. Саяси тұтқындар үшін Карлақтағы жағдай өте қиын болды. Әсіресе жас аналарға деуім себебі жаңа босанған аналар үшін және дүниеге жаңа келген кішкентай ғана шақалақтар үшін өте ауыр болды. Олай деуімнің себебі де бар. Оларға тек қана күніне 3 рет емізуге рұқсат берген. Өзіңіз ойлаңыз, күннің суығында жаңа туған нәресте анасының омырауын күніне 3 рет ему деген. Міне, сол салдарынан балалар күннің суығында суыққа шыдамай анасының үстіне тоймай шетінеп кеткен. Осы жердегі әртүрлі ұлт өкілдерінің діни нанымдар бойынша, сенімдері бойынша әртүрлі жазат алып келеді екен. Балаларға міне қарасаңыздар, әр белгінің басында ойыншықтар бар. Тіпті
керек десеңіз, кейбір ұлт өкілдері осы жерге арнайы өздерімен бірге сүт алып келеді екен. Ана сүтіне тоймай бұл дүниеден өтіп кеткен кішкентай ғана сәбилердің сүтке тойсыншы деп осында сүт құяды екен. Ал мен өзіміздің мұсылман бойынша бұл жердегі барша жатқан, қаза тапқан, құрбан болған жандар үшін мұсылманша Құран бағыштауға келдім. Құрметті оқырман, егерде жолдарыңыз Қарағандыға түсетін болса, міндетті түрде осы Маминшки назариятына келіп, сіздер де саяси құрбан болған, дүниеден өткен жандардың рухына Құран бағыштап кетіңіз. Сіз білесіз бе, жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, бұл жерде кей кездері түннің ортасында баланың жылаған дауысы естіледі. Ойлаңызшы, бір емес, бірнеше баланың дауысы. Осыншама кішкентай ғана нәрестенің өлімін қара жер қалай көтеріп тұр десеңізші. Құрметті көрермен, бұл бейнероликті соңына дейін көрсеңіз, менің айтпағым, менің түйгенім, тәуелсіз елде, бейбіт заманда біздің кішкентай ғана бүлдіршіндеріміздің көріп жатқан азабы неге күн санап артып келеді? Шәрайт түсінікті, қазіргі мен тұрған мола бұл сталиндік жүйе кезіндегі зардап шеккен, дүниеден өткен шақалақтар. Ал қазірші, қазір неге біз өзіміздің еліміздегі кішкентай ғана бүлдіршіндерге қорған бола алмаймыз? Біз өзіміздің кішкентай ғана балаларымызға, бізге ата-бабамыз аманаттап тастап кеткен жерімізді қиянат жасамай, болашақ ұрпағымызға өткізейікші, қорған болайық.